Didn't even ask me what I wanted. You made dumb assumptions. Clearly not your forte. Clearly don't be fucking. You've been fucking liars. Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Аружан және де менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі бізде видеода біз талқылайтын мәселе емес, біздің тақырыбымыз ол ұбт-ға қалай дайындаламыз, қалай жүйелі түрде дайындаламыз, неден бастаймыз және де балдарымызды одан қарай қалай жоғарылатамыз, сол жайлы видео болмақ. Мен өзім 11-ші сынып оқимын, өткенде қаңтар ұбт тапсырдым. Сол оқиғаларын айтамын және де ұбт-ға қалай жүйелі түрде дайындалу керек, соларды да айтып шығамын. Мен өзім қалай дайындалып жүрмін, сол жайлы айта кетейін. Біріншіден қалай мен ұбт-ға дайындықты бастадым. Сентябрь басталғанда сентябрь басталмай, яғни мен 1 сентябрьден бастап болды ұбт-ға дайындалам. Вообще мүлдем еш нәрсе ойламаймын. Тек қана ұбт-да бар ойым, бүкіл концентрациям ұбт-да болады деп ойладым. Бірақ былай арасында ойнап күлу сондай болып кетеді, но мен сонда да дайындалып жүрдім. Ең бірінші ұбт-ға дайындықты бастамай тұрып, сен өзіңнің точка аңды біліп алу керексің. Яғни пробный ұбт тапсырып көр. Пробный ұбт-дан ең алғашқы алған балыңмен сосын дайындалып жүргеннен кейінгі балыңды көрсең, сенде өзінде бір мотивация пайда болады, өзің шок боласың қандай дәрежеге жеткеніңді. План құр, жоспарын болу керексің. Сен ең алдымен сен жоспар құру керексің. Неден бастап, қай уақыттан қай уақытқа дейін сабақ оқимын, қай пәнді оқимын, әр нәрсені өз уақытымен қойып қою керексің. Және де бұл уақытта сен басқа ұбт-ға дайындалып жатқан уақытта басқа нәрсеге уақытыңды құртпау керексің. Яғни телефонға кіріп, TikTok, Instagram көріп кетпеу керек. Тек сол сабақта концентрацияң болу керек. Мысалға менде мына жерде планерім тұр, сол бойынша мен күнделікті дайындаламын. Бірақ менде анда болады. Суббота, воскресенье мен сабаққа бармайтын күндер ғой. И сол кезде мен андай еркінсіп кетем да. Үйдің тірліктері бар, солармен айналысып кетем көбінесе. Бірақ субботаға да мен план қойып қойғанмын, но мен суббота күнгі планды онша орындамаймын. Мен ойым басқа нәрселерге бөлініп кетеді. Мен миым уже демал деп тұрады. Бірақ мен воскресенье күні өзіме демалыс қойған болатын, но арнайы жоспар қойдым. Сол жоспар бойынша сен енді жүйелі түрде дайындалу керек. Сенің режимің дұрыс болу керек. Мысалға, кейбір адамдар азанда сабақ оқығанда қалайды, таңертеңмен тұра салып сабақ оқиды, кейбіреуі күндіз сабақ оқығанды жақсы көреді, кейбіреуі түнде қараңғы батқанда сабақ оқығанды жақсы көреді. Сол кезде әркімнің миы әртүрлі жұмыс жасайды. Бірақ мен ойымша түнде сабақ оқудың қажеті жоқ. Себебі сен ертесің сабаққа барасың, ол кезде енді мектепте вялый болып отырудың да қажеті жоқ деп ойлаймын. Түні бойы сабақ оқисың, кейін ертесіне жүресің ұйқыңке былайынан. Әбеткі күніңді, мектептегі уақытыңды, мектептен келгеннен кейінгі уақытында сондай ұйқымен өткізесің да, сөйтіп кешке бірақ оянасың да, бұл сабақ оқу керек дейсің. Сөйтіп түннің бар уағына дейін сөйтіп жалғаса береді. Мен ойымша ол дұрыс емес. Әркімнің әртүрлі күнделікті режимі болу керек деп ойлаймын. Мысалға менің режимім былайынан, мен сағат 11-де түнгі ұйықтаймын и таңғы 5-те немесе 6-да тұрамын. Сөйтіп 5-тен 7-ге дейін сол азанғы уақытымда мен сабаққа емес, басқа нәрсеге емес, тек өзіме арнаймын да. Ал қалған мектептегі уақытымды және де мектептен келгеннен кейінгі түнге дейінгі уақытымды мен сабаққа үйге келем. Сабақтан кейін 1-2 сағаттай демалып аламын. Сөйтіп сағат 4-5-тен бастап мен кешкі сағат 9:30-9-ға дейін сабақ оқимын. Ешқандай ойымды бөлмеуге тырысамын. Телефондарға кіріп кетуге, мен өзім онлайн оқығаннан телефоннан оқимын да. И кейде андай ойым бөлініп кету деген нәрсе болады. Демала тұрайын деп TikTok көріп ше, но ондай болмау керек. Мен өзімді сондайға дағдыландырып жүрмін.
сабақ уақытысында басқа әлеуметтік желілерге кіріп кетпеуге. 4 сағат немесе 5 сағатымды мен сол сабақ оқуға арнаймын. Мысалға, дүйсенбі күні мен тек Қазақстан тарихы мен дүниежүзі тарихы сабағына дайындаламын. Өзім сол күні сол пәндерге дайындаламын деп өзіме жоспар қойғанмын. Мысалға, күніне 2 параграфтан видео сабақ қарап, соған конспект жазып, соларды қайталау, және де бізде кешке тікелей эфирлер болады, соған қатысып, сағат 10-ға дейін соның бәрін үлгеріп, жатып ұйықтау. Ертесіне дәл сондай нәрсе қайталанады, бірақ ертесіне менде математика мен ағылшын тілі. Ол мен үшін вторник күні кішкене жеңілдеу күнді, матсауаттылық пен ағылшын кішкене оңайырақ. Сөйтіп өзіме план қоямын и телефонға кіріп кетпеуге тырысамын. Әлеуметтік желілерді азайтып, немесе сабақ уақытысында беззвучныйға қойып тастау керек, немесе удалить етіп тастау керек. Және де ұбт-дағы сұрақтар міндетті түрде кітаптан келеді. Қазақстан тарихынан кітаптан келеді. Әр пән өзінен кітаптан келеді. Мысалға, дүниежүзі тарихы мен Қазақстан тарихын міндетті түрде кітабын оқу керек. Себебі сен кітабын оқымайсың, еш нәрсе түсіне алмайсың. Видео сабақтар көресің, мақұл. Видео сабақта да барлығын түсіндіреді. Бірақ та сол видео сабақтан көргеніңді сен кітаптан да көрген қызық емес па? Кітаптан тағы оқысаң, аны видео сабақтағы саған қосылады, и кітаптағы уже былайынан бәрі жиналады, и сен уже біліп тұрасың да, не болып жатқанын уже. Қызықтыр. Бір нәрседе шектеліп қалмау керек қой. Мысалға, онлайн оқып жатсың ба? Солардың ғана сабағын оқып, және де басқа еш нәрседен ол сабақтарды қарамаудың несі жоқ. Қазақ хандығын мен кинодан көрдім да, содан кішкене түсіндім, кім-кімнің баласы, кім не істеп жүрген. Апта сайын тест тапсырып отырамын, өзімнің нәтижелерімді көріп, қатемен жұмыс жасап, қай тақырыптан мен осал жерім бар, қай тақырыптан мен түсінбей жүрмін, қай тақырыптан мен біліп тұрып, қайсынан қателестім деген нәрселерді мен сол үшін апта сайын мен пробный ұбт тапсырып отырамын. Мен алдында тапсырып жүрдім и андай балдарымды да қарап жүрдім. Көтеріліп, әр апта сайын менің балым көтеріліп келе жатыр. Бірақ мен өзім арнайы бір бал жинаймын деген мақсат қойдым. Осы қаңтар ұбт-да сонда жинаймын, содан асамын дедім да, сол балға жеттім. Ол мен алған балым не көп емес, не аз емес. Маған жеткілікті. Сол даталарды жаттауға берген 100 дата келеді деп. Сол даталарды міндетті түрде жаттау керекпіз. Себебі олар міндетті түрде келеді. Дата жаттаған кезде әр жерінен жаттамай, сол бір хронология бойынша жаттау керек. Ең бірінші басталғаннан соңына дейін. Күнделікті бір 10 датадан болсын жаттасаңыз, 10 күнде уже 100 датаны жаттап боласыз. Бұлай қарап тұрсам, мен вообще Жұбанышевты қарамайды екем. Жұбанышев кітап бар, но ол бойынша мен дайындалып жүрген жоқпын. Күнделікті конспект жазып, видео сабақ қарап, соны қайталаймын. Болды. Ютубтардан көрем, тест жұмыстарын жасаймын, квиз тесттер тапсырам. Соның барлығы көмектеседі. Тест бойынша жұмыс жасай беру керек. Себебі сол тест көзің көріп үйрен қалған ғой, қайта ол тест келе берсе, сен уже автоматически жаттап аласың. Бір сұрақ миллион рет келе береді, әр жыл сайын сол сұрақ қайталана беретіндер бар. Сол үшін тест бойынша жұмыс жасай беру керек. Арнайы бір жоспар міндетті түрде адамда болу керек. Кейбір адамдар жоспар қоя алмайды. Кейбіреудің уақытысы болмайды дайындалуға, үйдің тірліктері бар дейді, немесе бір сағат уақыт жетеді деп, бір сағат уақыт жетпейді менің ойымша ұбт-ға дайындалуға. Себебі сен оны бір тақырыпты өттің ба, соны 3 рет қайталау керек. Сол кезде ол сен миына жетеді. Ми жақсы ақпарат қабылдай алады, когда сен андай энергияң көп болып тұрған кезде, таңертең миың сенің тап-таза болып шығады ғой, сол кезде ақпаратты ол күшті қабылдай алады. ұбт-ға дайындаламын, ойбай, болды, азаннан кешке дайындалып ұбт-ға өзіне қарамай кетпеуге де болады. Қарамай кетпеу керек.
денсаулыққа да көңіл бөлу керек. Кейбіреуі азаннан кешке дейін сабақ оқып андай тамақ ішпей сөйтіп кетеді. Наоборот, біздің миымыз ақпарат қабылдай алады, біздің қарнымыз тоқ кезде сол үшін тамақ та ішіп үлгеру керек, үйдің тірліктерімен істеп үлгеру керек, сабақ та оқып үлгеру керек. Әр нәрсені сол үшін жоспар қою керек та, сол бойынша әрекет ету керек. Достар, менің осы айтып кеткен кеңестерім, өзім ойларым сіздерге пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер деймін. Себебі мен үшін ол жақсы. Мен білемін, сол кезде андай мен адамдарға бір көмегім тиіп жатқанын, өзім олармен бөлісіп жатқаным, оларға көмектесіп жатқаным. Сол себепті сіздерден қолдау күтемін. Мен Нұржан. Келесі кездескенше сау болыңыздар.